Амансыздар ма? Амансың ба? Мен әскерден болсам гвардия фрейтері Қазиев Саматпын. Мұнда келген себебім майданда нағыз ерлікпен қаза тапқан гвардия аға лейтенанты Ағат Бекбаевтың ата-анасын іздеп келіп тұрмын. Сабыр етіңіздер. Мына көктеміңіздің әр жағындағы Сталинградтан бастап қуа отырып, сонау Берлин қаласына шейін жаудың бәрін қуып бардық қой. Иә, басқа саласын көнеміз ғой. Қолымнан қыршын кеткен-ай. Иә апа, мына соғыс кімді жылатпады дейсіз? Шіркін, Ағат бауырым нағыз ер еді ғой. Иә, сенің де аман есенің келгеніңе шүкір. Сені өз баламдай көремін. Енді не істемек ойың бар? Ауылдарыңызда қалсам деймін, қараушылыққа да көмегімді тигізсем бе дедім. Иә, дұрыс екен. Қалғанын қала бер. Ассалаумағалейкум, Жансаға. Құшақтамай әртүш үстінде ласы қалсын. Үйде кім бар, жеңген үйде ме? Үйде барғаны бар, Самат ағам да осында. Самат дейді, ол не қылып жүрмін да? Елі жоқ па екен? Не дейсіз? Ештеңе. Кел отыр. Келген шаруаңды айт. Жазираға кеңседен бір жұмыс тауып келдім. Егер сіздер рұқсат етсеңіздер, атпен күнде барып келіп тұрады. Дұрыс қой. Үйде бос отыра бергенше бой жазып шығып қайтқан жақсы ғой. Дұрыс екен. Арада біраз уақыт өтеді. Самат осы үйдің адамындай сіңісіп кетеді. Үйінің кішкентай баласы да бауыр басып қалады. Самат аға, осы біздің аспаннан ғой, жұлдыздар шығады, ал Германияның аспанынан не шығады, крест пе? Біз барғанда Германияның аспанында жұлдыздар жинап тұрды. Сонда қалай? Фашист крест тақпай ма? Фашистерді біз құртып жібердік қой. Ағат ағам екеуіңіз неше фашист өлтірдіңіз? Көп қой. Аттарын білмейсіз бе? Білгенде қандай? Айтшы онда. Гитлер, Георин, Геббельс, Ровентроп, Кетел, Йотл, Гесс. Бар болғаны жетеу ме? Жоға, өте көп. Бұл жай ғана аттарын білетінім. Самат аға, осы 1000 көп пе, миллион көп пе? Миллион көп. Миллионнан не? Миллиард. Миллиардтан ше? Триллион дейді ғой. Ал триллионнан не? Топырақ жетпес. Егер бізге топырақ жетпес жау жауласа жеңер ме едік? Әрине жеңеміз. Иә, бізде Батыр көп, Сугоров пен Кутузов, Невский, Бауыржан мен Мәлік, Төлеген мен Қайырғали, Әлия мен Мәншүк. Иә, бізде батыр көп. Ау, мылжыңбала қойсаңшы енді. Ағаңның басын ауыртты ғой түгі. Оданша жатып тынығып алыңдар. Айдағыдан қаңып келген тендірін неме? Көлденен көк атты біреу саған не жорық? Кімді кімнен қорғырсың? Ей, басымыздың аманды қараң жоғалып, әйтпесе көкеге көрістіреlim. Аға, не болды? Ой, бірдамыз ғой. Жаңа сағымның дауысы сияқты, ол бар ғой, өте қызғаншақ. Маған қарындаштарына бермейді көруге. Ой, не қыласың бала, орныңа жата қой оданшы. Мына жердің оты жақсы екен. Қойлар жайла тұрсын, біраз тынығып болмадық па? Келіңіз, отырайық.
Самат аға, осы Ахат ағам үлкен бе әлде сіз үлкенсіз бе? Ахат үлкен. Ахат ағамның бойы ұзын бе еді? Иә, ұзын болатын. Біздің батальондағы ең ұзын офицер сол болған. Ахат ағам әдемі ме еді? Мен өзім көрген жігіттердің ішінде ондай сұлу жігіт көрген емеспін. Ана аттылар кім болды екен? Бұл Жазира жеңешем мен Жанасағамның аттары ғой. Олар мұнда неғып жүр? Қой, найсаптарды ғой, жүр оданша қойды әдейік. Ей, шөлмегіңді ұмытып кеттің ғой. Аға, мұны соғыстан келген Дайыр деген аға ғой. Ол күнде мас болып жүреді. Ей, шөлмек дейм. Қайдағы шөлмек? Жердің түбінен келіп тұрып бір шөлмектің аузын ашпай бара жатсың, Ей, бірақ сен тентіреңде кәрі төбет құсап, күн түні іргеде жатып, Жазира келіннің етегін көрсеткеннен басқа не білем дейсің? Мынаны қарашы, қайталап айтшы ал. Мынаны қайтеді, жібер. Бәрі Жазира сендік болмайды. Жанаспен жарасып қалыпты өзі. Сенікі құра өрешім. Енді шөніңді өшір. Бала жүрейбек, қой дейді. Осы оқиғадан кейін Самат бұл ауылда қалғанды жөн көрмеді. Бұл отбасында да артық адам екенін түсінді. Апа, Самат ағам көрінбейді ғой. Құлыным, Самат ағаң бізді тастап кетті. Неге тастап кетті, неге кетіп қалды? Біздің ауыл ұнамай қалды ма екен? Сіздердің тамашалағандарыңыз Әбіш Кекілбаевтың Көлденең көк атты шығармасы желісімен түсірілген қойылым. Рөлде ойнағандар автор Бадленова Алпанай, Қазиев Самат рөлінде Халил Ханбек, Ахат Бекбаевтың анасы Гүлназ Бақтығалиева, жары Мадина Сұңғатқызы, баласы Теміржан Алмас, Дайыр рөлінде Наушабатырұлы Аманжан, Жанас рөлінде Қадырқұлов Қасым. Назарларыңызға рахмет.